Assalamu alaikum dostlar. Bugün bizde 3-cü sabahımız 5G zonaları. Yani 5G degenin özüne odan qalay savdoga kirish керек, ham qalay пайдалану керек эмесин bir түшүндүрүп өтөбүз. Демек, караң, bizde 5G zonaсын табуу үчүн бизге эң дәстебинде керек болот 3 тана шам. Яғни биринчиси order block шам деп айтылады. Экинчи шамыбыз һәм үчүнчү шам. 3 tane şam. Endi bizlerde 5G zonasını табуу үшін birinchi sham. Buni bizlerde birinchi sham, ikkinchi sham, uchinchi sham deb belgilab olsangiz, aljaspaytın bo'lamiz. Birinchi shamning eng ustungi sayasin uğurlab liniyaмен tartsangiz bo'ladi. Ikkinchi sham bizga shart emas. Uchinchi shamning astingi sayasin liniyaмен belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Demek, o'rtalikda qarasangiz, birinchi sham bilan uchinchi shamning o'rtasida bo'shliq qoldirilgan mana yer. Demek, bazar bu bo'shliqda o'zini o'zi tashlab kete bermaydi. Bunday yerde elbette aylanıp kelip толтыруу мәжбүр. Demek, ол қандай жағдайда болады? 4-ші шамның саясы келіп толтырып кетуі де мүмкін. Егер ол жоғарылауға қарап импульспен кететін болса, жоғары беттен айланып келіп 4-5 шамасы оңлаған шамнан кейін айланып келу зонаны толтыру ықтималы күштерек бола береді. Demek, бұл жерге келіп шам зонаны толтырғаннан кейін өзінің жолын тағы да байға давам етіп кетеді. Demek, бұсының өзі сіздерде 5G зонасы деп айтылады. 5G зонасының егер біздерде қараң, PVG деген нәрсенің, яғни 5G Fire Value Gap деп айтылады негізінде. Demek, бұл нәрсенің пайда болуы үшін бұл нәрсе көп жерде пайда болады. Бірақ бізге істеп беруін табуымыз керек. Істеп беретін күштерегі қандай болады? Қараң, егер базар жоғарыдан импульспен түсіп келуі мүмкін, һәм мына жерде сіздерде минимум қалдырады. Осы жерде минимум қалдырған уақытта біздерде түсуші трендтің ақырғы шамы, ақырғы қызыл шам мынау болатын болса, осы шамның астыңғы саясын біздердің трендіміз, яғни бай трендіміз басыланған уақытындағы дәстіліпкі бірінші шам асты бетін сая менен алып